Армысыздар, құрметті көрермендер, өздеріңізбен бірге кезекті мәрте тағы бір тақырыпты ортаға салуға рұқсат етіңіздер. Міне үшінші күн қатарынан Армения мен Әзербайжанның арасындағы жағдай қайта қатты ушығып кетті. Оның бірнеше себебі бар. Ең бірінші себебі ол Шуша Ханкенді жолын Әзербайжан экологтар мен еріктілері тас етіп бекітіп жауып тастады. Наразылық акцияларын өткізіп жатыр. Ол наразылық акцияларын өткізудің өзіндік себептері бар. Ең алдымен сәл шегініс жасап, Әзербайжан мен Арменияның арасындағы қақтығысқа бір шолу жасап өтейік. Себебі қазіргі болып жатқан оқиғалар түсіндіру үшін ол қақтығыстың тарихын білу және ол қақтығыстың аяқталу шегіндегі келісімдерде не жазылғанын білу маңызды деп санаймын. 2020 жылы өздеріңіз жақсы білетіндей Армения мен Әзербайжанның арасында екінші Қарабақ соғысы болды. 44 күнге созылған соғыстың нәтижесінде Әзербайжан оккупацияда 7 ауданның 5-еуін босатып алды, азат етті. 5 ауданның бірнешеуі соғыстың нәтижесінде, бірнешеуі келісімнің аясында Армениядан Әзербайжанға берілген болатын. 2020 жылы 10 қарашада Армения, Әзербайжан және Ресейдің арасында үш жақты келісім жасалды. Міне осы үш жақты келісімде айтылған жүзеге асуға тиіс міндеттер мен талаптардың бір қатарын Армения әлі күнге дейін орындамай келе жатыр. Және қазіргі шиеленістің болып жатқанның бірден бір себебі осы келісімде жазылған мәселелерді Арменияның орындамауы болып отыр. 2020 жылы 10 қарашада үш жақты келісімнің нәтижесінде Армения бірқатар міндеттемелерді өзінің мойнына алып орындайтынын мәлімдеген болады. Ең біріншісі ол Әзербайжанға Нахчыванға баратын жол ашып беру, яғни Зангезур дәлізін ашуға келісімін берді. Бұл Зангезур дәлізі Әзербайжан мен Арменияның арасында Иранның шекарасының бойын бойлай өтіп салынуға тиіс еді. Бұл бір. Екінші мәселе, Армения Қарабақтағы өзінің әскері мен әскери техникаларын алып кетуге міндеттелді. Бірақ бұл келісімде жазылған осы бір пунктлерді Армения әлі күнге дейін ұзын сонар бір түрлі себептерді айтып, созбалақтап әлі келе жатыр. Әлі күнге дейін бұл айтылған міндеттемелерді толыққанды орындаған жоқ. Сәйкесінше Армения мен Әзербайжанның арасында 2020 жылдан бері осы уақытқа дейін бірнеше қақтығыс болды. Ал Армения мен Әзербайжанның арасында 2020 жыл жасалған келісімге сәйкес қақтығыс болып кетпеу үшін, қарулы жанжал орын алмау үшін Ресейдің бітімгерлік күштері Қарабақ аймағына енгізілуі тиіс еді, және 2020 жылы енгізілді. 10 қарашадан бастап Ресейдің бітімгерлік күштері екі функцияны жүзеге асыруға тиіс болатын. Біріншісі ол Армения мен Әзербайжанның әскерилері Қарабақта қақтығысып қалуы мүмкін нүктелердің тыныштығын қамтамасыз ету үшін әскери бекеттерді қалыптастырады. Бұл бірінші міндеті. Екінші міндеті ол Армения мен Қарабақты жалғайтын Лашын дәлізінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету, және осы Лашын дәлізінде Ресейдің бітімгерлік күштері орналастырылып, Армения тараптан Қарабаққа қандай да бір қару-жарақ, жарылғыш зат және тағы да басқа әскери мақсатта қолданылуы мүмкін жаңағы заттарды кіргізуге тыйым салып тексеріс жүргізуге тиіс еді. Осы мақсатта Ресейдің бітімгерлік күштері Қарабаққа енгізілді. Бірақ бұл бітімгерлік күштері өздерінің функциясын толыққанды атқарып жатыр деп айта алмаймыз. Оның бірнеше дәлелі бар. 2020 жылдан бастап осы уақытқа дейін 2 жылдың ішінде Армения мен Әзербайжанның арасында бірнеше қақтығыс орын алды. Бұл қақтығыстардың барлығы, қарулы қақтығыстардың ең үлкені 2022 жылы тамыз және қыркүйек айларында болды. Салдарынан екі жақтың шығынын қосқанда 300-ден астам адам қаза тапты. Яғни бітімгерлік күштері Әзербайжан мен Арменияның арасында қандай да бір қарулы қақтығыстарды болдырмау міндетін жүзеге асыра алмады. Ресейдің бітімгерлік күштері тағы да өздерінің бір кәсіби еместігін аңғартып алған сияқты. Енді қазіргі уақыттағы қақтығыстар, қазіргі уақыттағы шиеленіс не үшін болып жатыр? Шуша мен Ханкенді жолдарының арасын Әзербайжанның экологтар мен еріктілері жауып тастағанын видеоның басында айтты. Оның бірнеше себебі бар. Ең біріншісі ол жаңағы жоғарыда айтылған талаптарды Армения орындасын дейді. Екінші себебі, және бір өте маңызды себеп, ол Қарабақтағы қазба байлық кен орындарын, алтын кендерін Армения тарапы армяндар және Ресейдің бітімгерлік күштері бірлесе отырып заңсыз түрде Қарабақтан шығарып жатқаны жайлы ақпараттар Әзербайжанның интернет алаңына тарап кеткен. Сәйкесінше экологтар бұл ақпараттарды тексеру қажет деген мақсатта Қарабақтың әлі күнге дейін армяндардың қолында қалып отырған аймағына кіріп, экологтар біз өзіміз мониторинг жүргіземіз деген болатын. Бірақ Ресейдің бітімгерлік күштері мониторинг жүргізуге рұқсатын бермеді. Әсіресе
Қызылбұлақ және Дәмірлі деген екі алтын кен орнында қисапсыз заңсыз негізде байлықтардың барлығын Ресейдің бітімгерлік күштері мен Қарабақтағы әлі күнге қалып отырған армян топтары Әзербайжанның аумағынан шығарып заңсыз түрде тонау, ұрлау әрекеттерін жасап жатыр деген ақпаратқа Әзербайжан экологтары ашуланып отыр. Міне үшінші күн қатарынан осы мәселені шешу үшін Әзербайжанның экологтары, еріктілері Шуша-Ханкенді жолын жауып тастады. Шуша-Ханкенді жолын кейде Лашын дәлізі деп те атайды. Бұл өте маңызды. Оккупациядағы аймақтың әлі күнге дейін уақытша бірнеше елді мекені армяндардың қолында қалғанын айттық. Оның ішінде ең үлкені Ханкенді қаласы. Армяндар бұл қаланы өздерінің тілінде Степанакерт деп атайды. Әрине оны ешкім мойындаған емес. Бұл Степанакерт деген атауды тек қана ресейлік телеарналар, ресейлік басылымдар ғана айтады, ал күллі түркі әлемі үшін және Әзербайжанның аумақтық тұтастығын мойындайтын мемлекеттер үшін ол қала Ханкенді болып қалады. Біз үшін де ол Ханкенді қаласы. Міне осы Ханкенді қаласына апаратын жол, Шуша-Ханкенді жолын Әзербайжан экологтары жауып тастады. Қазіргі уақытта Ханкенді қаласында қалған армян топтары жаппай дүкендердің сөрелерін тауысып жатыр, себебі азық-түлік қалаға кірмей қалады деген қауіп бар. Егер наразылық акциясы ұзаққа созылып жол ашылмайтын болса, онда расымен де Ханкенді қаласында азық-түлік мәселесі туындауы мүмкін. Бұл бір. Екіншіден, Ханкенді қаласы қыстың қақаған аязында жылусыз қалуы әбден мүмкін, себебі Ханкенді қаласына баратын жылу жүйелерінің барлығы дерлік Әзербайжанның газына тәуелді. Ал Әзербайжан газды беретінін айтып отыр, дегенмен Ханкенді қаласында армян топтары жылу берілмей жатыр деген ақпаратты айтуда. Бұл жерде бірнеше себебін айтуға болады. Ең біріншісі ол Әзербайжан бейбіт халыққа қысым көрсетіп жатыр, бейбіт халықты геноцидтік жаңағы әрекеттер жасауға талпынып жатыр деген мақсатта армян топтарының өздері осындай бір ақпарат тарату мүмкін дегенде болжамдар бар. Яғни бір сөзбен айтқан кезде Ханкенді қаласына қазіргі уақытта баратын жол Әзербайжанның еріктілері мен экологтарының ұйымдастырылған акциясының нәтижесінде жабық тұр. Бұл акцияны ресми Баку біз ұйымдастырған жоқпыз дейді. Біздің мемлекетімізде демократиялық көзқарастар болғандықтан біз экологтардың, еріктілердің, тағы да басқа халқымыздың өзге топтарының өзінің қазба байлығы мен кен байлықтарын қорғау жолындағы осындай бейбіт іс-шараларды атқаруына ешқандай қарсылық білдірмейміз деген мәлімдеме жасап отыр. Енді Әзербайжан мен Арменияның арасындағы шиеленіс тек қана осы екі елге тиесілі болып қалып отырған жоқ. Бұл шиеленіске қазіргі уақытта Иранның да араласуға, Иранның да килігуге бір себеп іздеп отырғанын көре аламыз. Жалпы 2020 жылдан бастап Әзербайжан мен Иранның арасында жағдай өте бір қатты ушығып кетті деп айтсақ болады. 2020 жылға дейін, яғни оккупацияда Қарабақ аймағы қалып отырғанға дейін Иран мен Әзербайжанның жағдайы жақсы еді, қарым-қатынас жақсы еді, бірақ қазір ол ушықты. Неге? Оның бірнеше себебі бар, және ең бірінші себебі ол экономикалық себеп деп айтсақ болады. Жаңа өзім айтып өткенімдей, Әзербайжан мен жаңағы Арменияның және Ресейдің үш жақты келісімінің нәтижесінде Зангезур дәлізі ашылуға тиіс еді. Бұл Зангезур дәлізі Әзербайжанның Нахичеван автономиялық аймағына апаратын дәліз. Ал Нахичеваннан ол сәйкесінше Түркияға апаратын жол салынады. Нахичеван мен Әзербайжанның арасын Армения бөліп тұр. Міне осы Арменияның аумағы арқылы өтетін дәлізді Зангезур дәлізі деп атайды. Ол Зангезур дәлізі жаңағы Иран мен Арменияның шекарасын бойлай өтетін сызық негізінде салынуға тиіс деген осындай ақпарат шықты. Бұл Иран үшін өте қауіпті экономикалық тұрғысынан алып қараған кезде. Себебі осы уақытқа дейін Армения мен Әзербайжанның арасында қиян-кескі соғыстар болған кезде, қарулы қақтығыстар ушыққан сәтте, әрине екі мемлекет бір-біріне жау болғандықтан, ешқандай да бітімгерлік бейбітшілік келісім болмағандықтан, экономикалық байланыс болмағандықтан, дипломатиялық қатынас болмағандықтан, Әзербайжан Нахичеванға бару үшін Иран аумағын қолданатын. Иранның территориясына кіретін, Иранның территориясы арқылы айналып өтіп, Нахичеванға кіретін, яғни осындай бір транспорттық, логистикалық амалдарға баруына тура келетін. Ал Иранның әрбір территориясына кірген сайын, ол сөзсіз Иран экономикасына құйылған қаражат деген сөз, себебі өзге мемлекеттің аумағын пайдаланған үшін белгілі бір дәрежеде қаражат төленетіні түсінікті. Ал енді Зангезур дәлізі салынатын болса, ендеше Иран сөзсіз бұл қаражаттан қағылып қалады. Ал бұл жерде Зангезур дәлізі арқылы тек қана Әзербайжанның көліктері емес, сонымен қатар Транскаспий
жаңағы логистикалық транспорттық жолын қолданатын Орта Азиядағы өзге де мемлекеттер. Түркияның өзі де осы Зангезур дәлізін қолдану арқылы Орта Азияға барады, Орта Азия елдері Әзербайжан арқылы Түркияға барады деген сияқты. Яғни бұл жерде миллиардтаған доллардың айналымы жатуы мүмкін. Сондықтан да Иран дәл осындай мүмкіндіктен қағылып отқанда экономикасына осыншалықты қаражат түспейтініне наразылық білдіріп, Әзербайжан мен Иранның арасы экономикалық тұрғыдан суып кетті. Ал саяси тұрғыдан әрине Әзербайжан Түркияға жақындай түсті және Әзербайжан Израильге жақындай түсті. 2020 жылы Қарабақ соғысында Израильден Әзербайжан бірнеше түрлі заманауи қару-жарақтарды сатып алғаны белгілі. Ал Израиль Иранның бітіспес жауы, ата жауына айналып кеткен елдің бірі екенін өздеріңіз жақсы білесіздер. Сондықтан да Иран мен Әзербайжанның жағдайы қазіргі уақытта ушығып кетті. Ал Арменияны Иран 2020 жылдан кейін көбірек қолдауға ниет білдірді. Тіпті соңғы уақытта Арменияға Иран бірнеше зымыран түрлерін және камикадзе соққы жасаушы дрондарын жеткізді деген ақпараттар бар. Ал 2022 жылдың қыркүйегінен бастап Иранда үлкен наразылық акциялары өршіп бара жатыр. О баста ол әйел құқықтарын қорғау туралы мәселемен басталған еді. Қазіргі уақытта бұл наразылық акциялары режимді ауыстыру, мемлекетте қандай да бір дәрежедегі өзгерістерді жасау, демократиялық өзгерістерді жасау сынды түрлі ұрандарға ұласа бастады. Міне осы кезеңде Әзербайжан Иранның ішіндегі өзінің әзербайжандықтарын қолдайтынын білдірді. Себебі Иранның Әзербайжанға жасаған қысымына Баку осылайша жауап қайтару қажет деп түсінген болатын. Ал Әзербайжанның өзінің халқының саны 10 миллионнан астам, ал Иранның ішінде ресми дерек бойынша 16% Әзербайжан халқы тұрады, ал бейресми дерек бойынша олардың саны 30%-ға дейін жетуі мүмкін. Цифрмен айтатын болсақ, Әзербайжанның жерінде 10 миллионнан астам Әзербайжан бар болатын болса, Иранда 15-25 миллионға жуық Әзербайжан ұлты тұрады деген ақпарат бар. Бір сөзбен айтқан кезде, Әзербайжанның өзінің ішіндегі Әзербайжаннан қарағанда, Иранның ішіндегі Әзербайжандардың саны көбірек. Сондықтан Иранда болып жатқан наразылық акцияларында Әзербайжан ұлтына қандай да бір қысым жасалмауы керек деген сынды түрлі саяси лозунгтар мен ұрандар Әзербайжан тарапынан айтылып келе жатыр. Яғни бұл айтылған лозунгтарды Иран билігіне Әзербайжанның берген жауабы ретінде қарастыруымыз керек. Жақын аралықта тағы бір қызық ақпарат ретінде тақырыпқа тұздық болсын деп айта кетейін. Әзербайжанның президенті Илхам Алиев мысықты сипалап отырған суретті жариялады. Қарапайым мысықты сипалап интернетке жариялаған болатын. Бұл әрине көптеген пікірлерді тудырды, бірақ Иранда бұл сурет үлкен бір саяси талқылауға дейін ұласып кетті. Себебі Иранның сарапшылары Иранның картасын қарайтын болсақ, ол мысыққа ұқсайды, ал Алиевтің мысықты сипалап отыруы ол тек қана бір жануарға деген қамқорлық емес, оның саяси месседжі бар. Ол тіпті Иранға осындай бір сес көрсету және Иранға қыр көрсету сипатында жасалған әрекет деп қабылдауға тиіспіз деген сынды осындай бір мәлімдемелерді жасаған болатын. Иран мен Әзербайжанның арасында осыншалықты бір шиеленістер жүріп жатыр. Қарапайым сөзден бастап суретке дейінгі осындай бір әрекеттерге өздерінің қарсы пікірлерін білдіріп жатыр. Жақын аралықта Илхам Алиев үлкен бір мәлімдеме жасады. Ол былай деді: мен өзімнің президенттік тағымда 3 президентті көрдім. Иранның 3 президентімен қарым-қатынас жасадым, бірақ қазіргі президентімен қарым-қатынас өте қиынға соғуда. Дәл қазіргіде Иран мен Әзербайжанның арасында шиеленіс болған емес. Дәл қазіргіде Иранның Әзербайжанға қарсы жауластық, қорқытып үркіту форматындағы мәлімдемелер жасалған емес деген сынды осындай бір мәлімдемелер жасады. Және артынша біз зайырлы мемлекетпіз және біз өзіміздің зайырлығымызды қорғаймыз, барынша оны қолдаймыз. Дәл сол сияқты біз Иранның ішіндегі Әзербайжандардың да зайырлық көзқараспен өмір сүретін болса, оларды да қолдауға, қорғауға дайынбыз. Себебі Иранның ішіндегі Әзербайжан да ол біздің халқымыздың бір бөлігі деп атап өткен болатын. Неге бұл жерде зайырлықты айту маңызды? Себебі Иранның конституциясында Иран ол теократиялық мемлекет, яғни дінге негізделген, ал Әзербайжан ол зайырлы мемлекет. Сондықтан бұл жерде тек қана діни көзқарас бойынша емес, сонымен қатар мемлекеттік басқару форматындағы қарама-қайшылықтарды да бір көрсеткісі келген сияқты. Осындай деңгейде де саяси негізде, мемлекеттік құрылым негізінде де бір қарама-қайшылықтардың барын көрсету арқылы Әзербайжан мен Иранның арасында текетірес жүріп жатыр. Сөзсіз бұл текетірес қарулы қақтығыстарға әкеліп соқтыруы мүмкін, бірақ Баку де Тегеранда ондай қарулы қақтығыстың қажет еместігін жақсы түсінеді. Біріншіден, Иран мен Әзербайжанның арасында қарулы қақтығыс болатын болса, ол қақтығысқа сөзсіз
Түркия араласады. Себебі Шуша декларациясына назар аударатын болсақ, Түркияға қандай да бір мемлекет соғыс ашатын болса, Әзербайжан көмекке баруға дайын, ал Әзербайжанға қандай бір мемлекет соғыс ашатын болса, Түркия көмекке баруға дайын деген пункт бар. Яғни Әзербайжан мен Иранның арасында соғыс болатын болса, ендеше автоматты түрде бұл соғысқа Түркияда килігіп кететіні түсінікті. Және Иранның өзі де бұндай соғыстан қашқақтайды. Себебі Иранның ішінде жаңа атап өткенімдей 10 миллионнан астам 20 миллионға жуық Әзербайжан ұлты тұрады. Сондықтан қазіргі уақытта Иран мен Әзербайжанның арасындағы қақтығыс Зангезур дәлізіне байланысты экономикалық негізде жүріп жатыр деп айтсақ болады. Саяси тұрғыдан алып қараған кезде ол мемлекеттік құрылым, адам құқығы, дінге деген көзқарас және Иранның өзінің ішіндегі болып жатқан наразылықтардан халықтың назарын басқа бір мемлекетке, басқа бір мәселелерге аудару әрекет ретінде де түсінетін шығармыз. Иран мен Әзербайжанның арасындағы қатынас осындай болып тұр. Армения мен Әзербайжанның арасындағы қақтығыс ушыға түсті. Ол экологиялық мәселелерге де байланысты тікелей болып отыр. Сау саламатта болыңыздар, қысқаша айтқанда осы.